Бүгін 10 наурыз. Қараңыздар, бізде қандай қалың қар жауып қалған. Әдеттегі естермен бірге менің есімім Болат Черниязов, Ұлыбританияның Лидстейн қаласында тұрып жатқан азамат. Жалпы бүгін бүкіл қала бойынша бүкіл қозғалыстың барлығы тоқтап қалды, себебі қоғамдық көліктер, автобустар, таксилар өте сирек жүруде, өте сирек қатынауда. Таң атпастан балаларға мектептердің өздерін жапқызып тастады, себебі қоғамдық көліктер жүрмеді. Жету үшін біраз қиындықтар туындайды деп таңертең СМС хабарлама келді. Оларына рахмет. Біз айтпегенде жиналып жатқан едік. Балабақшаларда жұмыс істемейді, медициналық көмектерді өздерінің сайттарына жазып қойыпты, себебі қар жауғанына байланысты біз сәл кешігіп жұмыс істейміз, кешігіп келеміз, кешірім сұраймыз деп. Оның барлығына рахмет айтуға болады. Енді бірақ жалпы Британияда жергілікті халықтардың айтуы бойынша осыдан 2 жыл бұрын осыншама қар жауған екен, ал 2 жылдың көлемінде қар көрмеген. Қылбақтап қар жауады, бірақ осындай қар жауып тастаған жоқ. To stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. Бүгін Ұлыбританияда қар жауған, түні бойы қар жауған, сондай 20 сантиметрдей қар жауған. Қараңыздар, бізге таңсық емес дүние ғой, қармен ойнау деген. Ал бірақ көбінесе Африкада, қиыр шығыстан шыққан азаматтар, Үндістан, Пакистан азаматтары мына жерде көрсеңіздер болады. Мына жерде қарды аунап жатыр. Мына үлкен балалар, ересек балалар емес, бұл студенттер де болуы мүмкін. Жанымызда бір университеттің кітапханасы. Адамдар осылай мәз-майрам берекет болып отыр. Мына жерде Қытай көршілерімізді аң-таң қар ұстап көрейік деп. Қар жауған кезде бүгін ешқандай да қызметтер жұмыс жасамады, себебі көліктер жоқ, автобустар жүрмейді. Жеңіл көліктерде көріп отырғандарыңызда өте аз, өте сирек. Таксилардың бағасы 3 есе қымбаттап кеткен. Себебі мұнда қысқы дөңгелектерді тақпайды. Барлығы летний, жазық дөңгелектер. Қараңыздар, мына жерде бір адамдар ақ қала жасап қойыпты. Қай жақтікі ақ қаласы екен? Буддаға ұқсайды. Буддаға ұқсайтынына қарасаң, Тай ма екен, Вьетнам ба екен, сондай бір жер болу керек. Не мен жерде көріпсіздер ма? Жалпы қаңтар айындағы болмаған, желтоқсан айында болмаған қар қазір жауып жатыр. Қар жауып жатқанмен еріп жатыр. Бүгін ең суық түн болады, -6 градусқа дейін. Ал қазір даладағы жылу -1 градус, -1, 0 градус. Егерде мына сияқты қызылды қара кірпіш болмағанда, және де мына сияқты бір қызыл пошта жәшіктері болмағанда, ойлап қалуыңыз мүмкін еді, Астана ма екен, әлде Қарағанды ма екен деп. Жоқ, бұл дегеніңіз. Жылқылардан су ағып жатыр. Англия. Ерекше қалың қар жауып, масқара болып жатыр. Машина жүргізу қиын мына жерде, себебі барлығы таулы мекен болғаннан кейін машина тұрмайды. Бәрі тайғанақтап жүріп жатыр.
Қараңыздаршы қалай. Мына адамды қараңызшы. Біреу шапкамен жүр, біреу аяғында слансымен жүр. Бұны не деп айтуға болады? Бұл Англия. Біреулер машиналардың үстіне қар тазалап жатыр. Мынандай аққала жасап кетіпті. Түріне қарасаңыз, бір африканецке ұқсайды. Қолында үйрегі бар. Жалпы ауа райы бұнда жылы. Жылдық ауа температурасы 5-9 градус дейді. Қыстың күні де жылы болып тұрды, тек қана бір минус 1-2 градус қана болған еді, ең қатты суықтаған кездерде. Ал наурызға бұл тән емес бір ауа райы болып тұр екен. Көктембінде наурыз сәуірде ғана келеді, асықпай. Басқа жылы жақтарда қалды емес. Мысалы үшін көршілес жатқан Португалия, Францияда көктем дегеніміз ақпан айының ортасынан бастап сезе бастаса, мына жақта олай сәл кейінірек келеді. Бұған себептер көп. Шатырлардың барлығында қар жатыр әлі. Жаңалықтардан айтып жатыр, көптеген қалааралық бағыттардағы жолдар жабылып қалды. Себебі қатты қалың қар жауған, және де бұрқасындатып қатты жел соғып жатыр. Және дегі пойыздың да жолдары кешіктіріліп жүріп жатыр. Өздеріңізге мәлім болсын, информация ретінде. Жалпы Британияның жерлерінің барлығы таулы мекен. Таулы болғанда биік емес, бірақ негізі бар. Негізі жазық емес дегенім ғой. Таулы мекендер болғаннан кейін оның арасынан барлықтарының көбінесе туннель қазылған жерлердің барлығы, ойлы шұңқырлы, сайлы жерлер, солардың барлығына күн түспейді. Күн түспегеннен кейін бұнда тұман болады деп айтып жатыр ғой, тұман, альбион деп. Жалпы шуақты күндер саны аз, көбінесе осылай жаңбыр, қар жауады. Жаңбыр күнде жауады, түнде жауады, немесе таңертең жауады. Кей кезде егер жаңалықтардан айтатын болса, жаңбырлы күн деп, ол күндізге шейін жаңбыр себелеп тұрып алуы мүмкін. Нағыз британдықтардың үйлері. Ауласында Range Rover'лар тұр, екеу. Осында 2 қабатты үйлер. Таза, былайынан аккуратно салынған кішкене ғана бір шарбақ. Eden Mount деп аталады мына көшенің аты. Мұнда пальма да өседі, пальманы жерсіндірген. Бұдан басқа мына сияқты түрлі гүлді өсімдіктер бар екен. Нағыз британдықтардың негізі империя болған кездегі бір өздерінің жасаған үлестері, барған жерлеріне, жаулаған жерлердің барлықтарынан түрлі өсімдіктерді, жануарларды, табиғаттың флора, фауналар және өсетін өсімдіктердің, жеміс жидектердің барлықтарын өз елді мекендеріне алып келіп жерсіндірген. Көп жылдардың ішіндегі ассимиляция болған, көбінесе сол будандасып, сол өсімдіктер, жеміс жидектер осы жерде қалған. Және дегі мына жерде бір ең кереметі бар. Қайсы Ирландия жақта.
Ирландия жақта жүзім өсіретін жүзім фермасы бар. Олар қандай желді жерде өседі дейсіңіздер ғой? Арнайы жерді ойып, былайша айтқан кезде бір жарым метрдей соны терең қылып қазып, сол жерге виноградтарды отырғызған. Олардың шеттерінен қар емес, жел соғатын жағынан қалқан етіп тастармен қалаған, қашаған. Содан кейін барып сол жердегі виноградтарды отырғызған. Сол виноградтар өсіп, одан жеміс беріп, және де өзінің осы британдық винолар бар. Винодан басқа бұлар өздерінен көптеген шараптардың түрлерін жасайды. Қазіргі күндегі ауа райы мынандай болып тұр. Көрдіңіздер ме, қандай британдықтар молодец болған, мықты болған. Өсіп, өзгертпе бір қалыптығы болсындай қаша жасайды. Бұл қашалардың барлығы, шаруақтардың барлығы тастан қалайды көбінесе. Бұрынғылар тастан қалаған, бертін келе кірпішке өзгертілген, бірақ көбінесе жиірек осындай тасты көруге болады. Мынандай тасты көрсем, менің бала күнімдегі бәріміз ауылда тұрдық қой. Ауылда тұрған кездегі қой қоралар, мал қоралар, осы совхоздың, колхоздан қалған қоралардың барлығы осындай болған. Соны еріксіз есіме салады соны. Мына жақтардың ағаштары емес, мына жақтардың мысал үшін Тянь-Шаньнан келген ағашта болуы мүмкін. Бұл жақтарда өсетін неме, туя, аршалар, арша ағаштарына қатты ұқсайды.